Үнді мұхитындағы Мадагаскар аралына таяу теңіз айдынында аса қанішер бір түрлі балық бар. Оның екі қатар қармақ тәрізді күрек тісі бар болып, ол тістесе болғаны барша балық атаулы оның тісінен аман қалмайды екен. Теңіз айдынындағы теңдессіз қанішер атанған бұл балық қармақты сүңгуір балық деп аталады. Қармақты сүңгуір балықтың дене тұрқы небәрі 20 см айналасында. Көп санды теңіз жәндіктерінен көп артықшылығы да жоқ. Бар денесі арық, дене сыртында қабыршағы да жоқ. Алайда оның тісі кірген әрқандай балық одан қашып құтыла алмайды. Өйткені олжаға түскен балық қанша жанталасқан сайын оның қармақ тістері онан әрмен тереңдеп кіре береді. Теңіз айдынындағы теңдессіз жауыз атанған осы балық аралдағы тұрғындар назарында ең оңай ауланатын балық саналады. Мұндай балықты ұстау үшін ол ұнатып жейтін тауық етінен бір паршасын қармаққа байлап, теңізге тастағанда оны қармақты сүңгуір балық тістесе болғаны. Еш қиналмай-ақ оны аулап алуға болады екен. Өйткені қармақты сүңгуір балық әдетте тұрмыста өзіне мол сенім артатын, ол әрқандай балықты тістесе болғаны, бәрі де оның дәмді тағамына айналады. Сондықтан жаңағы бір жер тауық еті қанша қашса да балық салатын шарбаққа барып түскенше ол одан тісін босатпайды екен. Мұндайда ол өзінің қалайша мұндай күйде қалғанының байыбына барып та үлгере алмайды. Адамдарды үнемі осындай ағаттықтар өткізіп жатады. Тәжірибемен сеніміне күмән келтірмей омақасып жататындар тарихтан бері ел өмірінде де, бүкіл әлемде де молынан кездеседі. Сізде өмірден жиған тәжірибемен сенім ол екенін білеміз. Бірақ сіз өмір сүрген қоғам әр таң сайын, әр сағат сайын жаңаланып жатыр. Өз ісіңізді жүзеге асырар алдында барлық жағдайды бір пысықтап алуды естен шығармайсыз.